Всем привет! Менің YouTube каналыма қош келдің. Жаңадан қосылып отырсаң тіркеліп кет. Бүгінгі бізде тақырып студенттерге менен 8 кеңес. Бірінші кеңес бұл бүгін оқитын сабағыңды бүгін оқы. Себебі студенттік шақты кезде сессия және де рубежка деген ұғым бар. Яғни сессия ол 15 аптада 1 рет болады, ал рубежка 15 аптада 2 рет болады. Сабақ басталған кезде лекция, практика деген ұғым бар. Лекцияда мұғалім айтады, бүгін қысқа нұсқа жазыңдар, үйге барып толықтырып жазасыңдар деп айтады. Сол кезде үйге барып обязательно жазыңдар, потому что сендер оны жазбасаңдар, кейін рубежка кезде 7 апталық рубежка кезде барлық сабақтардың лекциясын кәдімгідей тексереді. Сол кезде қиналып қаласың. Бүгін сол моментте жасалмағанына және оқымағаныңа. Ал егер сен сол моментте және де сол сәтте оқып бәрін дайындап қоятын болсаң, сол аптаныкін бітірсең, онда кейін рубежка тапсырған кезде спокойно тапсырасың. Сол себепті бүгін жасайтын нәрсені бүгін жаса. Екінші кеңес бірінші және екінші курсты оқуға арнап. Бірінші, екінші курс өте маңызды. Сен білімге арнасаң, және сол білімді алғаннан кейін сен соны 3-4 курста ақтап шығасың. Яғни бастапқы кірпіш қалай қаланса, солай дамиды, үй соғылады дейді ғой. Сол себепті бастапқы кірпіштеріңді жақсылап тұрып қалаңдар. Яғни білімге бөліңдер. Жұмыс істейм, вечер ана мынау деген ол 3-4 курста өзі-ақ келеді. Сол себепті уайымдамай бірінші, екінші курста білімге арнап, соны оқып, біліп, мұғалімдерді жақсы көрсең, онда сен сол мамандықтың білгірі боласың. Үшінші кеңес сабақтан қалма. Сабақтан қалмау бұл сенің сессияға, рубежкаға өту кезінде автоматически ешқандай нәрсені тапсырмай өтіп кетуіңе көмектеседі. Яғни сабақтан қалмаған кезде сабақтың ответтерін, яғни берген тапсырмаларын орындайсың, көзге түсесің, отырасың деген сияқты. Ал қалып қалған балалардан, мысалға, оларды кейін сұрақтар қойып, сабақ сұрайды, ал сенен ол кезде сабақта отырған кезде 1-2 сұрақ қою мүмкін, ал былай қалған оқушылар сияқты толықтай мағлұматты сұрамайды. Сол себепті сабақтан ешқашан қалма. Төртінші кеңес бұл лекцияны жақсылап тұрып тыңдау. Лекцияда не айтады, соны практикада сұрайды. Мұғалімдер солай сұрайды. Енді әр университетте әртүрлі, бірақ көбінесе лекцияда айтылған нәрсені обязательно практикада сұрақ қойып сұрайды. Сол себепті лекция кезінде жақсылап тыңдаймын и керек жерін дәптерге түртіп аламыз. Бесінші, жауапкершілікті алып үйрен. Жауапкершілік бұл сенің өміріңе де, оқу кезінде де, бір мақсатқа жету кезінде де ең маңыздысының маңыздысы құралы. Жауапкершілік если сенде болмаса, онда сен төменге түстің дейді. Потому что барлық нәрседен жауапкершілік алу арқылы сен көтерілесің. Жауапкершілік бұл ең маңызды сенің өміріндегі құндылық. Жауапкершілік бұл мынандай өмірдегі барлық нәрсені алу емес, ол сенің мынандай кішкентай нәрседен сен оның жауапкершілігің бар екенін сезіну, яғни соны мойныңа алу. Университет кезіндегі жауапкершілік ол сенің білімге, оқып жатқан мамандығыңа таза ниетпен, жауапкершілікпен қарауың, яғни саған берілген тапсырмаларды оқу және практика бойынша тапсыру, оны орындау. Алтыншы кеңес оқуға не үшін түскеніңді анықтап ал. Оқуға түсер алдында сен қайда барып жатсың, қандай мамандық ұнайды саған, қандай университетке түскің келеді, қай қалаға түскің келеді. Сол қалалар, оқуды, университетті, мамандығыңды өзің шын ниетіңмен қабылдауың керек. Және оқуға түскеннен кейін бір параққа мен оқуға осындай ниетпен түстім. Әйде мен бұл мамандықты жақсы көремін. Бұны 4 жыл бойы оқимын деген сияқты параққа жазамын. Және де параққа жазғаннан кейін сен университет оқып жатқанда, яғни университет 4 жыл оқисың, 4 жыл кезде неше түрлі нәрселер болады да. Сен университетке барасың, ожиданияда жүресің, мен осындай, мен мамандығым күшті, мен осылай дамимын, мен осындай жерде оқимын, маған университетте осылай үйретеді деп барасың ғой. Реальность кезде олай болмай қалады да. Сол кезде сен неге мен бұл мамандыққа түстім, мен оқығым келмейді деген сұрақтар болады. Сол кезде сол парақты аласың да оқисың. До конца оқу керек.
ешқашан андай мен болды ұнамайды маған деп тастап кетпеу керек. Сен потому что оны бастаған кезде, таңдаған кезде сен өзің жүрегіңмен таңдадың, шын ниетіңмен таңдадың ғой. Сол себепті сол ойдан яғни аяқ тартпас бұрын сол парақты оқисың және де қайтадан алға қарай жүресің. 7-ші, бәріне үлгер. Яғни оқып та, қыдырып та, достарымен араласып та, туысқандармен араласып та, қонаққа барып та, вечерге барып та, әртүрлі қалаларға барасың ба, білім аласың ба, дем алып та, практика жүзінде қолданып, барлығын орны-орнымен жасап, сенің өзінің 24 сағаттың ішіне қосып үлгер. Бәріне үлгер. Потому что тек қана білімге ғана уақыт бөлетін болсаң, сенің студенттік шағың просто так білімге ғана өтеді. Студенттік шақ өте қызық дүние да. Студенттік шақ кезде сен қыдырып үлгермесең, онда сен студенттік шағың просто так біліммен өткен сияқты болып қалады да, қатты білімге кіріспе. Студенттік шақ сенің қызықты өміріңнің, яғни үлкен өмірге қадам басқаныңның естеліктері болу керек. 8-ші кеңес, сыйластықта бол. Мұғалімдермен ешқашан қатты ауыр сөз сөйлеме. Біз университетке түскен кезде бізге айтты куратор, мұғалімдермен ешқашан ерегіспеңдер. Ерегіскен кезде сол моментте сен черный списокқа кіресің. Так что ешкіммен ерегіспеңдер. Мынадай болып қалды деп мұғалімдермен ерегісіп айқайласып ұрсудың қажеті жоқ, потому что ол мұғалім сенің алдыңа 4-ші курста келтіреді, немесе сол сабақта келтіреді, немесе келесі сабақта келтіреді. Бұл қоя салып, балың төмендетуі мүмкін, әйтеуір бір нәрсе болуы мүмкін да. Сол себепті ешкіммен қырылыспай, ұрыспай, сыйластықта бол. Сыйластық любой жерде енді ең керемет қасиеттің бірі ғой. Сол себепті сыйластықта болыңыздар. Осы кеңестер сіздерге пайдасын тигізеді деген ойдамын. Студенттік шақ бұл керемет шақтар, естелікке толы кезеңдер. Сол себепті студенттік шақ кездегі өміріңізді әртүрлі сан қырлы қылып, кемпір қосақтар сияқты қылып, әдемі өткізіңіз. Мен студенттік шағыма өте қатты қуанамын. Есте қалатын сәттердің бірі болды. Мен группаластармен мақтанамын, мені оқытқан мұғалімдермен мақтанамын, мен оқыған жердің университетімен мақтанамын, қаласымен мақтанамын, мамандығымен мақтанамын. Сол мамандығым бойынша до конца баруға мен дайынмын. Мен мамандығымды жақсы көргеннен кейін және де сіздерге осы мәліметтерді айтып отырып, мен өзімнің студенттік шақтарымды есіме түсіріп отырмын да. Бізде группа өте білімді қыздар мен балдардан жиналғанда біз сабақты жарысып отырып айтатын. Ешкім бізде сабақ айтпаймыз деген күндер болмайтын. Және мұғалімдердің барлығы бізді жақсы көретін. Қатал мұғалімнің өзі бізді жақсы көріп, басқа группалар ағай қатал деп жүрсе, бізді іші жұмсақ ұстап спокойно жүретінбіз да. Сол себепті білімді болған ол любой жерден алып шығады. Менің видеом ұнаса лайк басыңыздар және де тіркеліп кетіңіздер. Менің өмірім сіздерге қызық болса, онда мына жердегі инстаграмға, менде закрыт аккаунт, бірақ егер қызық болса, запрос тастаңыздар және де мен қабылдаймын. Келесі көріскенше.